келесі артерия сублингвалис. Осы негізінен мускулюс мелохейдиустың құрамында осы жерде орналасқан. Соның құрамында тармақтарын бере бастайды. Өзі бергеннен кейін сыртқа қарай бағытталады да, осы төменгі жақсүйекке және төменгі жақсүйекте орналасқан төменгі жақсүйек асты безіне барып, сонымен қатар онымен көршілес жатқан бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз етеді. Негізінен кейбір тармақтары мынау мускулюс мелохейдиусты тесіп өтеді де, мынау артерия субменталисті, яғни қазір бет артериясына келеміз, осы кезде айтатын боламыз. Осы бет артериясынан шығатын артерия субменталис пен анастомоз құрайтын болып табылады. Тілдің терең артериясы артерия профунда лингва деп аталынады. Тілдің терең артериясы негізінен тіл артериясының ең ірі және негізгі соңғы тармағы болып табылады. Ол тіл терең артериясының жоғары қарай бағытталады да, осы жерде орналасқан мускулюс гинеаглоссус және мускулус лонгитудиналис инфериордың арасымен жүреді. Мына жерде міне тілдің терең артериясы мына жаққа қарай негізінен тармақталады, яғни профунда лингва. Осы жерде тармақталғаннан кейін барып, осы негізінен тілдің бұлшықеттерін, осы жерде аталған жаңағы мускулус гинеаглоссус, мускулус лонгитудиналис инфериордың өзін қанмен қамтамасыз етеді. сонымен қатар тілдің ұшына қарай бағытталып, тілдің ұшында қанмен қамтамасыз ететін негізгі артерия болып табылады. Енді келесі артерия ол артерия фациалис. Ұйқы артериясынан шығатын бірден бір тармақ. Осы артерия фациалистен бірінші шығатын тармақ негізінен артерия фациалис ол сыртқы ұйқы артериясының алдыңғы бетінен басталады, сәл сыртқа қарай немесе медиалды бағытқа қарай шығатын болып табылады. Ол негізінен мускулус стилохейдиус және осы жерде орналасқан, сонымен қатар мускулус дигастрикус қос қарыншалы бұлшықеттің артқы қарыншасының іш жағынан осы жерде орналасқан тригониум субмандибуляриге барады. Осы жерде орналасқан тригониум субмандибуляриге барады. сөйтеді де, бұл негізгі артерия төменгі жақсүйек асты безге жанасады. Осы төменгі жақсүйек асты безін жанасқаннан кейін соның қалыңдығына кіретін болып табылады. Осы жерде негізінен беретін тармақтары бет артериясы өз жолында келесіндей тармақтар береді. Бірінші шығатын тармақ ол артерия палатина асценденс деп аталынады, жоғарылаған таңдай артериясы. Бет артериясының бастапқы бөлігінен тармақталатын, жұтқыншақтың бүйір бөлігімен көтерілетін артерия болып табылады. Сол жерде орналасқан жұтқыншақтың негізгі бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді. және бұл артерияның негізгі соңғы тармақтары есту түтігінің жұтқыншақ тесігі аймағында таңдай бадамшаларын, сонымен қатар аранның шырышты қабығын, жұтқыншақтың жалғасы аранның ауыз қуысының артынан орналасқан аранның шырышты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Кейбір тармақтары осы жерде орналасқан артерия фарингея асценденс пен анастомоз, артерия палатина асценденс осымен аяқталады. Одан кейінгі негізгі осы жерден екі тармақтар шығады. Ол тармақтар бадамшалық тармақтар, рамус танзилярис, осы жерде орналасқан бадамша безін қанмен қамтамасыз етеді, атайтып тұрғандай. Одан кейінгі без тармақтар, рамус гландулярис, негізгі орналасқан бездерді, жағасы безі, солардың барлығын қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Енді келесі шығатын негізгі тармақтарға тоқталайық. Бұл иек асты артериясы деп аталынады, артерия субменталис. Мынау артерия фациалистің төменгі жақсүйектің шұңқырынан шыққаннан кейін жақсүйекке жоғары қарай бағытталатын жерінен бөлініп өзі сыртқа қарай бағытталатын негізгі артерия болып табылады. Ол алға қарай бағытталады. Осы жерде орналасқан мускулус дигастрикустың алдыңғы қарыншасының аралығымен өтіп аталған бұлшықетті қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Кейбір тармақтары артерия сублингвалис пен анастомоз құрайды. Яғни осы жерде бізде төменгі жаңа артерия лингвалис шықты, бағана оның бір тармағын айтып артерия сублингвалис. Осы сублингвалистің кейбір тармақтары осы субменталис пен анастомоз құрайды. Оны өткен сабақта айтып кеткен болатынмын. Және одан кейінгі
төменгі және жоғарғы ерін артериялар деп аталынады. Артерия лабиалис инфериор, артерия лабиалис супериор деп аталынады. Артерия лабиалис инфериор ауыз бұрышынан, мына ауыз бұрышынан төмен бағытта бастау алатын болса, ал мынау негізінен артерия лабиалис супериор ауыз бұрышының деңгейінде басталады. Сөйтіп басталады да, мынау ауыздың айналмалы бұлшықеті мускулус орбикулис ористің қалыңдығына кіріп кетеді. Осы жерде осы ауыз қуысын, терісін, бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Ең соңғы тармағы ол артерия ангулярис деп аталады, немесе бұрыштық тармақ деп те аталады. Ол артерия фациалистің ең соңғы тармағы. Ол мұрынның бүйір бетіне жоғары қарай бағытталады, мұрынның қанатынан, сонымен қатар көздің бұрышына қарай көтеріледі. Осы жерде ол жоғары қарай көтеріледі да, мұрынның арқашығын және қанатын қанмен қамтамасыз етеді. Кейін артерия ангулярис көздің бұрышына қарай бағытталып, мұрынның сыртқы артериясымен, яғни артерия дорзалис нази, ол ішкі ұйқы артериясынан шығатын негізгі тармақ. Ішкі ұйқы артериясынан шығады, ертең артерия офтальмика дейтін тармақты өтеміз. Осы жерде артерия дорзалис нази дейтін тармақша шығады. Осымен артерия ангулярис анастомоз құрайды. Осылай. Ішкі ұйқы артериясы мына жақта, бұл сыныптар істейтін шығады, оны келесі сабақта өтетін боламыз. Осымен алдыңғы топ тармақтар аяқталды.